Ассалаумағалейкум достар, мен Мелзи. Достар, мен бүгін сіздерге бір нәрсе айтып кетейін. Достар, мен бүгін сіздерге мынандай жаңадан бір не шықты. Осындай 8 март қыздардың мейрамы, егер менің подписчиктарым қыздар бар болса, соларға 8 наурыздарыңызбен құттықтаймын дегім келеді. Міне достар, осындай жинауларыңызға да болады. Міне осындай жинап мынандай қыздың наборларын алып алыңыздар достар. Мысалы қараңдар, 12 тал жинасаңдар мынандай сүтін береді. 8-ін жинасаңдар мынандай, сонда 20 тал жинайсыздар, 25-30 тал жинауларыңыз керек достар. Осындай солай осы наборды полный алып алыңыздар достар. Бұл күшті набор, алып алыңыздар достар. Бұл менде басты затым, ол мынаны айтқым келеді. Міне мынандайға кіресіздер, мынандай болып тұр достар. Фестиваль вызов краскам дейді. Осыған кіресіздер. Қараңдар достар, осыған кіріп міне осылай бояуларыңызға болады. Бұған ешқандай алмаз да самайсыздар, ешқандай ештеңе кіртпейсіздер, ұтасыздар, алмаз самайсыздар достар. Бірақ сіздер мысалы 10 кил жасасаңыздар, рейтинг болсын, классический болсын, 10 кил жасасаңыздар, сіздерге мен мынаны бояп тастағам. Мынандай жерде 10 деп жазылып тұрады достар, 10 деп жазылып тұрады. Сосын егер мына осы Стефи деген қызды бояп, осылай мынандай фамсқа скин алуыңызға болады. Сосын Эндрюдің осындай автомат істеп тұрған шығады. Соны бояйсыздар, 10 кил, может, солай кил жасайсыздар да. Содан кейін мынандай дробаш аласыздар, сосын мынандай қыздың наборын алуларыңызға болады достар. Достар, мен сіздерге соны ескерте кетейін дегенмін. Достар, мен сіздерге бір нәрсе айта кетейін достар. Мен гильдия ашайын деп жатырмын, геймер деген. Соған мен Discord деген ненің приложениенің сіздерге описаниясын тастап кетемін. Және достар, мен ВК-ма, Инстаграмма жазылып кеттім. ВК-ға жазылып кеттіңіздер. Лайк басып, ана тіркеліп. Достар. Давайте.